24. Пайдалы қазба деген не? Сабақта пайдалы қазбаның не екенін білесің. Табиғат ресурстары деген не? Табиғат ресурстарын қалай пайдаланады? Табиғат ресурстарын қайдан алады? Пайдалы деген сөзді қалай түсінесің? Суреттегі нысандардың қандай пайдасы бар? Оларды қайдан алады немесе қалай жасайды? Шикізат, отын, түрлі материалдарды өндіруге қолданылатын ресурстарды қалай атауға болады? Үй салу үшін қандай пайдалы қазбалар қолданылады? Қандай да бір ғимаратты таңда. Зерттеу жоспары. Ғимараттың қандай бөлшектерден, қабырғасы, едені, шатыры, есігі. Олардың қандай материалдардан жасалғанын анықта. Әр материалдың қайдан алынғанын ата немесе болжа. Нәтижесін тірке. Қорытынды жаса. Жер қыртысынан қазып алып, адам қажетіне жарататын табиғи ресурс түрлері пайдалы қазбалар деп аталады. Пайдалы қазбалар жер астында да, жер бетінде де, су ішінде де болады. Оларды қазып алатын жерді кен орны деп атайды. Көмір, мұнай, газ, алтын, күміс, қорғасын, әктас, гипс, борас тұзы қазбалар. Құрамында металы бар пайдалы қазбаларды кенді деп атайды. Олардан түрлі өнеркәсіп саласында кеңінен қолданылатын металдар алынады. Сондай-ақ құрамында металл болмайтын пайдалы қазбалар да бар. Оларға гипс, бор немесе фосфор тәрізді қазбалар жатады. Мұндай қазбаларды кенсіз деп атайды. Пайдалы қазбалардың тағы бір тобы жанғыш қазбалар. Оларға көмір, мұнай және табиғи газ жатады. Бұл ресурстар энергия көздері. Олар отын ретінде пайдаланылады. Нысандарды қандай пайдалы қазбадан жасаған? Бұл қазба тағы қайда қолданылады? Шартты белгіні және Қазақстанның пайдалы қазбалар картасын пайдаланып, темірдің кен орындарын анықта. Пайдалы қазбалар жер қойнауында болады. Пайдалы қазбаларды ашық, карьер және жабық, шахта, ұңғыма, әдіспен қазып алады. Сұйық пайдалы қазбаны бұрғылау арқылы алады.